мөлдірдің ардачасын. Асланнан кейін Салтанаттың ар жақ бер жақ болып кеткен ғой. Мен нарда мөлдірде не көріп отырмын? Жалпы Диана ханым біз басында келген кезде қыздар мүлдем басқа еді. Қазір біздің қыздар бірақ жұлдыз ұстап алған секілді кейбір қыздар. Өзгеріп кеткен негізі. Саған үміткер келді ме? Сен айтып отырсың ғой, сөйлестік. Нарда ең бірінші саған ұнаса да ұнамаса да құрмет деген бар да, себебі ол біз уже үйреніп алғанбыз да, ана жерде отырып. Ол қазақ елінің алдына эфирға бірінші рет шығып отыр. Мысалға ше күнде шықпайды сен секілді. Шығып саған келіп отыр. Бүкіл намысын алып абыроймен келіп отыр да нараға. Ал сен болсаң нарада қайда жоқ бір нәрселерді айтып, сен маған жаздың, жазбадың, тамақ істедім, сол кезде сөйлесе алмадым деген бір какой-то мелочь нәрселерді айтасың да. Құрмет в чем разница? Бұл жерде вообще құрметтің қандай қатысы бар? Мен оны құрметтемей жүрмін ба, мен оны сыйлап жүрмін. Бұл жерге білем бірінші эфир келгенін. Одан кейін кездесуде де айттым. Сен бірінші эфирде қобалжыған шығарсың, барлығы жақсы болады деп поддержкасын да бердім, білмеймін. Жоқ, мына жерде бар ғой, қандай құрмет сыйластықты айтып отырғанды. Мен көріп тұрғаным, кейбір қатысушы қыздарға еліктеп жүрген секілдісің де сен. Агатта мысалға сондай болды, қазір қандай мысалға сен соған еліктеп жүрген секілдісің өз басым. Мен көрінісім көз алдымда ойым солай, менің пікірім. Қумаш вообще, Аслан. Екеуміздің натурамыз кішкене ұқсас. Бірақ мен ешкімге бұл жерде еліктеп жүрген жоқпын. Мысалға инстаграмдағы посттарың бар, стористарың бар, бәрі мысалға сәйкес келеді де видеоң бәрі. Мен оның алдындағы историяларымды көрдім ба? Өмірге деген көзқарасың жоқ па, обязательно біреудің артынан қарап жүресің бе? Аслан, вообще ондай сөзді айтпай ақ қойшы. Мен бұрында қандай болдым, сондай болдым. Маған мына жерде біреумен салыстырып керек жоқ. Жоқ, айтшы, айтпашы емес, нарада мен өзім көргенімді айтып отырмын, болды. Ол менің мнением, менің пікірім, дұрыс па? Сен де өзің пікірің бар, мен өзім пікірімді айтып отырмын. Мен келіспеймін сенің пікіріңмен бұл жерде вообще. Мен айтып кетсем бола ма? Мен де Асланның пікірімен келіспеймін. Мен осыға келген кезде өзімнің бір мінезімнің ұқсастығын байқадым мөлдірмен. Өзі былай адамдарға слишком тартыла бермейді да, бірінші көреді, адам тартыла ма, нравится ему общаться с ним или нет деген сияқты сондай бір качестволар байқап қалдым. Екеуміз мінезіміз ұқсады. Болма еліктеп жүрер деп ойламаймын, бір ондай не жоқ. Сосын қазір Абылай гүл шоқтарымен күтіп қалған екен. Диана ханым, мына гүл шоқтары құпия жігіттен. Вау, кімге екенін айтпайсың ба Абылай? Алия ханымға? Қалжай айтамын, Маржан сізге. Мөлдір саған. Абылай! Не деген интрига болды Абылай үшін, қошемет болсыншы. Рахмет Абылай. Мен Алия ханымға екен деп риза болып кетсем. Кімнен екен? Милые и прекрасные девушки, Мөлдір, хорошего вам настроения. Құпия жігіт деп айтты, курьер, және курьердің айтуы бойынша Мөлдір оны таниды деді. Осы хаттан түсінікті болады, хаттың астында бір қожа нәрсе жоқ. Оның алдында да маған гүл жер жүрген жігітті білесіздер ғой. Сол кісі маған жазған болатын, бірақ мен ол кісіге айттым. Ол кісінің жасы үлкен, мен сізбен ары қарай сөйлескім келмейді деп айтқан болатын. Сондықтан одан да подаркалар ешқандай алғым келмейді, ол кісіге үміт те сыйлағым келмейді, сондықтан бұл гүлді алмаймын. Осындай. Мен просто ол кісіге прям внятно айтқан сияқты болғам. Маған ештеңке жібермей қойыңыздар деп. Адамдар да дұрыс түсінбейді бұл жерде отырған. Мен как будто сыртта біреумен сөйлесіп жүрген сияқты. Мен ешкіммен сөйлесіп жүрген жоқпын. Және де ондай подаркаларыңыз маған керек жоқ. Иә, айтпақшы, осы мәселеге оралсақ, бір қатысушының тағы бір жасырғаны деп айтамыз ба, ұят болды, ортаға шығып қалды, кеше бізге келіп жетті. Тіпті бір емес, бірнеше ай бойы сыртта өзінің бір сүйіктісі бар екен. Және ең қызығы бұл жерде басқа қатысушылар оны біледі екен. Біз сеніп жүрген, кәдімгідей шындықты осы жерде соңына дейін қорғайтын, айтатын қатысушы деп жүрген жандар осы нәрсенің барлығын біле тұра тіс жармаған, керісінше барлығы бірге осы бір сырды сақтап жүр екен. Қазір мөлдірлерден кейін ол тақырыпқа да орала жатармыз, Агата? Осы тақырыпқа айтып кетсем бола ма, что между ними именно? Мне кажется, именно мөлдір түсініп отырмын да, сіз жақтан шамалы бір сенімділік жетіспей қалған сияқты. Например, сіз енді прям мужской поступок істеп келдіңіз, я ошыға серьезный шаг істеп, содан кейін барып звондап жазып бастадыңыз да, и ответ
көрдіңіз ғой одан, иә, ответ жазып тұрады, отвечать етіп тұрады. Сіз жоқ болып кеткенсеңіз жазып тұрады. Мен ойлаймын, бұл жерде мөлдір вообще сөйлескісі келмей қалса, бүгін шыққан кезде айтатын еді, иә, бізде бәрі жақсы, бірақ типа ешкім болмады деген сияқты. А ол былай реніш сияқты айтып отыр да, что вроде бы она хотела узнать вас поближе, бірақ сізден андай бір талпыныс болған жоқ та. Сіз бірінші көрдіңіз да, и сенімсіз болып қалдыңыз өзіңізге. Блин, мен бұл қызға ұнамаймын, бұл қызға күштірек жігіт керек деген сияқты, или жұлдызды алып беруім керек па деген сияқты сондай болып қалды. Сізден бір сенімділік жетіспей қалды. Мне кажется, нормальный бір күшті шагтар жасасаңыз, ол сізді дальше білгісі келіп сөйтетін еді. Мына жерде ренішін айтып отырмайтын еді, бізде кездесу болмады деген сияқты. Қалай, Агата, мен түсінбей отырмын да, қандай оған басқа внимание керек, қандай шаг керек? Мысалға, мысалға салютымен қосып бәрін, мишкасын бәрін әкеп отыр. Қадам ба, қадам дұрыс па? Қадам жасап отыр, еркекше. Келді ме, өзінікін істеп отыр. Просто ары қарай уже мөлдірден де біраз болсын, отдача болу керек те бұл жерде. Ол жігіт көрмеді мөлдірден отдачаны. Мөлдір сені кездесуге шақырып, сен шықпайтын көп болды ма? Шықпадың ба? Шақырды ма сені? Кездесуге шақырған жоқ. 31 күні шақырды. Сыртқа вот именно есік алдына шықтық, одан кейін кездесуге шақырдық. 5 күннің ішінде сізді шақырсаңыз, ол шығатын еді 100%. Өйткені шамалы интерес бар. Ал сіз даже шақырмағансыз, звондамайсыз. Жоқ, звондап, хотя бы халін біліп сөйтіп тұрса болады, өзі жоқ болып кеткен, өзі ішінде там себе напридумывал, я ей не понравилась деген сияқты. Жоқ, Агата, сен қай жермен тыңдап отырсың? Баған бері айтып отыр ғой, звондағанда трубкасын алмайды деп өзі. Одан кейін кешірім сұраған ғой, бір рет болған сондай. Бір рет болған ответ қайтармаған. Али әпке? Жоқ, ондай емес, не Асланға қосылам, Агата, ондай емес. Звондаса ұйықтап қалады екен, тағы звондаса тамақ істеп атады екен. Ол уже бұның ішінде сөйлескісі келмейді деген сөз ғой, бірақ бұл жігіт әдемілі подаркасымен барып отыр. Бұл жерде мөлдірден. Жұлдыз? Мөлдір, иә. Рахмет әпке. Қызығушылық бірінші, екінші свиданиеда қыз көрсетпейді ғой, негізі ондай жабық қыздар өйтіп көрсете қоймайды. Сіз дальше талпына берсеңіз, ол дальше сосын бар. Онда жабықпын деп отыра беріңдер, не үшін үміткер қабылдайсыңдар? Жабықпын деп отырсаңдар. Енді жігіт ашу керек қой. Жоқ, 5 күнде жабықпын деп отырсаңдар, жабықпын деп 10 күн өтеді ғой. Звондағанда сөйлесу керек, шақырғанда кездесу керек, сөйтіп уақытты пайдалану керек. Жабықпын деп отыра беріңдер онда. Бәрі жабылып. Кездесуге шақырып шықпай қалған жоқ. Енді бірінші, екінші свиданиеда ата-анасын сұрап кетпейді ғой. Рахмет, Агата. Жұлдыз? Бұл жерде жігіт ренжіп отыр ғой. Бұл сіз кінәні как будто Моляға тағып отқан сияқтысыз. Мүмкін Моля жақтан да қателік бар шығар, бірақ сіз 31 күні подарка берді ме екен деп, одан кейін жоқ болып кетуге болмайды. Ну, как бы ертеңінде есік алдына барсаңызда күнделікті бір 5 минут көрсеңізде баруға болатын сияқылды. Сіз қазір типа Моляға келдім, енді болды, ары қарай оның немесін Моля жасау керек деген сияқты. Жігіт келді ма, ары қарай жігіт жақтан да қызығушылық жоқ қой енді. Көрінбейді тұр, вообще көрінбейді. Диана хан, айта кетсін. Асхат, Салтанат? Айта ғой. Жоқ, мен негізі бар ғой, іштей жігіт түсініп отырмын да. Ол біткен ғой, в общем, давайте сұрақ қояқшы. 31 күн сен бардың Мөлдірге, е? Барған кезде сен екеуің уақыт өткізіңдер ғой, хотя бір, білмеймін, жарты сағат болсын. Сол кезде бір іштей өзің бір симпатияңды сезіндің ба? Осы менің қызым екен, мен осын добиваться ету керек екенмін деген іштей болды ма сенде? Примерно 5-10 минут тұрдық, 5-10 минут ондай чувство. Болған жоқ, е? Сен сездің, как будто ол сені жақтырмай тұрғанда, е? Сол кезде басталды ма бәрі? Олай емес, просто тартылыс күші вообще жоқ, маған деген. Шыны керек, қыздарыңыз аспанда. Қайдан білдің, сен айтып тұрсың, 10-15 минутта сенде ондай тартылыс пайда болып үлгерген жоқ. Ода қайдан пайда болып үлгереді ол момент? Либо оның сыртта жақсы көретін адамы бар. Аслан, сен өзің маған точкасын қой, мен ара қатынас тоқтатам. Аслан, тұрады. Диана ханым, осы сәтті бірінші адам емес айтып тұрған негізі. Алдында бір кісі айтып еді. Бұл кісі или идеальный адам күтіп отыр. Идеальный адам болмайды негізі, шыны керек. Нақты айтайын. Аслан. Просто жігіттің намысын таптауға болмайды. Қадамын жасады ма, түсінем, қызға, жігітке жазба сен, звондама. Өзі жазады, кішкене болсын, бір-екі жылы нәрсе, жылы сөз хотя бы сен. Сен сыртта айтып жүрген басқа да, мына жерде келіп айтып отырған вообще басқа. Сен айттың, мен эфирді көрдім, эфирда сен прям сенен сездім, қалай сен уже тұрмысқа хочешь. Мен сені көріп тұрмын, мен сенің жылылығыңды сезіп жүрмін. Бұйырса, осындай жұп болсақ екен екеуміз деп. Қанша сөздер айттың, мына жерге келіп, жоқ, сіздің қыздарыңыз дайын емес, аспанда деген сөздер вообще не в тему. Мен ойлана келе, осы точкасын қойдым нақты, и все.
еще мына жерде ой қадамдар деп қадамдарымды айтпай ақ қойшы, подаркаларым ба, подаркаларымды ала сал, ақшаларын қайтарып беремін. Жоқ, рахмет, керек емес. Арақатынас нақты тоқтайды. Тоқтайды бұл. Идеальный адам күтіп отыра берсін, Диана ханым. Мен идеальный емеспін бұл. Любой мұсылман баласының басында кемшілік болады, шыны керек. Жоқ, сен неге оны ренжіспен қабылдап отырсың? Неге ренжіспен тоқтатып отырсың? Сен просто былай ойлай алмайсың ба, например, ол сенің адам емес, сен оның адам емессің деген сияқты, жоқ? Да, она не моя, короче. Сен сөйтіп қарасашы кішкене, сен прям қатты обидамен басқа қараватсың да? адам бар сияқты, бір жақсы намысымды көретін, мен көңілі бар ма? таптады деп ондай ештеме істеген жоқ қой. Либо сыртта бұны бір айналдырып жүрген басқа адам бар, мен саған келем, мен көт деген сияқты, басқа адам бар сияқты. Мына жерде айтып кетейінші, Агат айтып кетті ғой, 2-3 күнде қызығушылық болмайды деп. Арыстан келген кезде 2-3 күн емес, бір келгеннен қызығушылығың ашылып кетті ғой. Сразу же чувствың. Сен содан кейін сол Арыстаннан кейін келген жігіттердің барлығын, бір қадам жасаған адамдардың барлық жігіттердің бәрін итеріп жатсың. Ішінде Ержан да бар, Ақтөре де бар, барлығын итеріп жатсың, қабылдамайсың. Сен мұнда мен жазбау керекпін дейсің да. Бірақ сен отырғаның өзі маған келіндерші, мен тұрмысқа шығуға дайынмын деп тұрғаның ғой. Сонда келіп аласың, бірақ мен сендерді звондамаймын деген ол қалай? Арыстанмен біз екеуміз бір жерде отырдық, содан кейін ақырындап симпатия ашылды. Мен оны бір көре сап, оған ғашық болған жоқпын, оны ұнатқан жоқпын. Ол постепенно шыққан нәрсе. Сен сол сезім әлі бітпеген, өшпеген сияқты, я Арыстанға? Фу, Арыстан вообще бұрында қалған нәрсе ғой. Арыстан вообще мына жерге жігіттермен қойыңдаршы. Кеудесінен итеріп жатсың барлығын. Енді мен бұл кісімен сөйлесіп көргім келді, сөйлесіп келген жоқ емес. Бірақ көріп тұрсыңдар ғой өздерің қандай жағдай болып жатқан. Мына жерде просто тәкаппарлықты ұстап алмай, кішкене қадам жасаған адамға возможность беріп, и өздерінде возможность жасасыңдаршы, қадам жасасыңдар. Ой, Салтанат, сен сияқты өтірік жоқ деп айта алмаймын. Жоқ, сен сияқты деп керек емес, сразу ұтылып жатсаң, сен алдында бүйткенсің деп. Жоқ, не көріп тұрсың, соны айтып жатыр ғой. Енді бұрынғыны қозғап жатыр ғой, Арыстан деп. Зачем бұрынғыны қозғауға? Одан кейін Новый годта, тоқташы, Новый годта сен 5-10 минут өстіртті, өз кіріп кетті ғой, получается, Енді 12 болып қалды ғой. Почти 12-ні қарсы алдым десем де болады, почти. Бірақ ол үйіне кіріп. Сен кетіп қалды, өзі кетіп қалды. Получается, сен оттолкнула его, грубо оттолкнула. Болды, басқа не күтеді ол? Уже 12-ке 10 минут қалды, мен бұл кісімен қарсы алмайды шығармын. Біз үйде уже дастархан. Не үшін мен егер саған ақырып прям тартылыс күші керек екен, внимание керек екен жігіт жақтан. Жоқ, кешіріңдер. Ата-анамды тастап, осы кісінің қасына бардым, 12-ні осы кісінің қарсы. Сен красавчиксің. Мен саған 100% айтамын. Извините меня, мен үйтіп қарсы алмайды. Не, алуат шығатқанда бәрін қолдайтын. Жоқ, Темірлан, сен тоқта, ол қолдауда емес. Мен қазір мынаны айтайын деп жатырмын. Сен сонда мөлдір үйге кіргізу керек те, жаңа жылды бірге қарсы алу керек те, содан кейін қарсы алса, сол сурет болса, алдыңғының Мусаның темасы сияқты болады. Үйге түнде кіргізді деген. Алло, бұл жерде айтып отыр ғой, ол кісі жаңағы сыйлығын алып, салютын алып келіп тұр. 10 минут қалды далада 12-ні қарсы алса, бір жері қисайып қала ма оны? Жоқ, Ерасыл, мен не істеуім керек, онымен қарсы алмауым керек. Онда тұрған не бар далада қарсы? Жоқ, Ерасыл. Ол жігіт далада қарсы алды ғой, мысалы. Мен мөлдірді жолда қарсы алдыңыз ба жаңа жолда? Алуа. Диана ханым, мен айта кетейінші. Бұл жігіттің просто қадамын бағаламай отыр да, мөлдір Диана ханым. Бұл кісі еңбектеніп, сыйлығын алып, қазір шыны керек, қай жігіт сөйтіп жасап жатыр сендер үшін? Жоқ, Ерасыл. Келіп 12-де құттықтап, өзі таксида қарсы алып. Ой, міндетсінбей ақ қойыңдаршы, пожалуйста. Сөздеріңіз, ауыздарыңызда бізде қоңырау шалған көрерменнің пікірі де бар екен. Алло, қайырлы күн. Алло, саламатсыздар ма? Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Алло. Алло, саламатсыздар, қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз, я пікіріңізді айтсаңыз. Өткен жаңа жылдарыңызбен. Бірге болсын. Жаңа жылда сіздердің немелеріңізге, жобаларыңызға жаңа табыс тілеймін. Мен айтқаныңыз келсін. Сізге де мына жерде айтайын деп тұрғаным, мына кім мөлдір деген қызға мысалы айтайын деп тұрғаным, мысалы мүлдем вообще үйленетін қызға ұқсамайды негізі. Егер де ұнамайтын болса, жігіт басына неге жігіттің басын қатырмай сразу айта салмайды, маған бұл жігіт ұнамайды, мен ары қарай таныстықты жалғастырғым келмейді деп. Ол жігітпен жүріп алғаннан кейін, одан кейін барып уже сылтау табады. Талай рет көріп отырмын осы перизатшаны. Маған ана жері ұнамайды, көңіл бөлген жоқ, звондамады, келмеді деп. Просто енді жігіттің басын қатырмасын деген ғой, жігіттің басын қатырмасын. Неменеге передачада отырма, өз жуын іздеп келді ма, егер де үмітке келген кезде басында ұнамаса, онда ол жігітке үміт беріп керек емес. Ол мен танысты, мен көрейін, танысып көрейін, бүйтіп көрейін деп. Ол енді танысып көргеннен кейін, ана жерде көп жақсы жігіт келіп отыр.
енді келіп мына жерде тұрып маған оның көңіл бөлген жоқ. Сразу айтатын қыздары, мен айтайын сразу, мөлдірде, жұлдызда осылай всегда. Жұлдыз то біресе ағамға ұқса, ағам ретінде ұқсайды, осылай үйленетін қыздарға ұқсамайды. Негізінде болашақта сіздерге айтатын, негізде осылай қыздар отыра беретін болатын болса, көптен көп. Онда жобадан бірден келіп шығарсаңыздар, басқа бір орында, басқа бір үміткер ма, басқа біреулер келіп отырсын. Өйткені қаншама жігіттер келді, жаңа телевизияны көріп жүрміз, постоянно. Көп көрім жақсы нәрсе болады да, именно осы екеуіне жігіттер келсе болып, то ұнамайды, то анау, то мынау деп отырады вечно. Сол жағын бірден келіп қыздарыңыздаршы, біз мынаны көреміз ма телевизияны. Семьямызбен көреміз ма телевизияны. Рахмет үлкен. Отбасыңызға жалынды сәлем. Енді біздің қыздарды біраз сынап алды. Мөлдір мен Жұлдызды. Жаны ханым, мына көрерменге мен толық қосылам. Жалпы біздің бағдарламаны өте қазақтардан көп көреді. Кеше Ақтауға барып қайттым. Ол жақта алғысын білдіріп жатыр, жақсы тақырыптар қозғайсыңдар, қоғамда болып жатқан деген. Енді мен қазір мына жерде не көріп тұрмын? Жаңа қосылам жаңа жігіттің сөзіне. Моля, негізі сен айтасың да, іштеңе істеді, ананы істемедім, мынаны істемедім. Жігіт саған мынаны істедім, мынау әрекет емес па деп саған өзің істеген айтып отқан кезде, ой, міндетсінбеші деген, ол артық кеткенің сенің. Біріншіден, екіншіден біз қазақ болғаннан кейін ол 12-ге келіп саған келіп тұрма, көңіл үшін просто ішке кір, дәмауыз түй деп айта сал, ол сенің міндетің еді негізі. Ол кірмейді да ғой, сен білем, жарайды, кіммен тұрсаң да, ол кірмейді ол. Көңіл үшін просто айта салуың керек еді. Жарайды, 12 болып қалып жүр ішке кірсейші деп. Біз қазақпыз, қайда ол? Түсінбедім мен, мына жерде тұрдым да, сен подаркасын алдың, все, для галочки кездестік, подаркасын алдың да үйге кіріп кеттің. Ол, конечно, обидно, жігіттікі орынды. Мұса, бұл жерде былай ғой, мөлдір жағын ана жерде отырып, ана сыйлық алып, үйреніп қалған, бұған андай бір бай жігіт күтіп отырған сияқты, шыны керек, ана Аль-Фарабидің бойында төмен қарай түспейтін сол. Шыны керек. Мөлдір, мен саған қарап, мен жеке ойым сондай, шын айтамын. Сен не күтіп отырсың? Сен басында келген мақсатың қандай? Үйленуге, тұрмыс құруға келдің ғой, а? Сен шыны керек, уақыт өткен сайын талабында, уже көзқарасында, уже бүйтіп өсіп барады. Шыны керек, жігіт айтып отыр ғой, оны мен айтып отқан жоқпын. Сырттан келген үміткердің өзі байқап отыр сенің көкте қалқып жүргеніңді. Мен бұл жерде сыйлық күтіп отырсам, иә? Мына жерде мне қанша жер жатыр, подарка жер жатыр, сыртта да қанша сөйлесейік деген адамдар бар. Бірақ мен ол кісілермен сөйлескім келмейді. Мен бұл жерге келдім өзімнің жарымды табу үшін. Мен осы жерде отырмын ба, отырамын до конца. Егер таба алмай жатсам, енді таба алмадым, жарайды, не істеймін енді басқа? Ойбай, жоқ, мен бұл жерде келдім, үміткер, сонымен үйленіп кетуім керек па сендердің ойынша? Бұл жерде былай, мен саған айтайын, сен қатысушы болып отырсың ба? Үміткердің ғана жұмыс емес, сенің басыңды айналдырып, күйеуге шығартып алуға. Сен де кішкене алдыға қадам жасауың керексің. Бұл жерде мен болдым, мен қалынбайтын қамал емессің. Сен де кішкене подход жаса, сен де әрекет жаса, алдыға қарай кішкене ұмтылсашы сен де. Не ол міндетсің бе дейтін? Сен міндетсің бе? Отыр. Жеп отыр ғой нормально. Сабыр, Ерасыл. Мен көп байқап жатырмын да, негізі ұзақ отырған сайын, Моля ренжіме, бірақ көріп тұрған барлығымыздың, даже менен де болатын шығар, қателік. Мына жерге отырып алып, мына жердің кайфын андайып кеткен сияқтымыз ше. Келіп, мен до конца отырам, ұнамаса не істеймін деген сияқты. Олай емес. Біз көп отырып, мына жерде адамдықты бар ғой, жоғалтып баратқан сияқтымыз. Сыйластық деген нәрсе қалып барады да. Қош, Мұса, сен айтпай қош. Жарайды, бұл енді артық кетіп қатысушыларымызда қазір мөлдірді ренжітіп алуы мүмкін. Аслан, сізге рахмет, барды бар, жоқты жоқ деп айттыңыз. Енді шынымен де ренжімей, таныстықты сыйластықпен тоқтатсақ, дұрысы сол болатын тәрізді. Жаңа жылыңызбен құттықтаймыз, өзіңіздің жартыңызды міндетті түрде кездестіріңіз, бақытты болыңыз. Мен уәде еткенімде енді бір қатысушының жағдайына келейік. Барлығымыз. Себебі